Алматы, қайырлы таң. Бүгін біз тренировка жасап бастадым. 2 күн ба істемей қалған болатын. Қайтадан кірісіп жатырмын. Ауа райы деген өте тамаша болып келе жатыр. Бүгін күн ыстық болатын сияқты кәнеға дене қыздырып жүгіремін, и потом осы жақта качка істеймін. Ал мына менің түрім. Кеше келіп тез ұйықтап қалдым, ерте ұйықтап қалдым. Сонымен примерно бір 8 сағаттық, 9 сағаттық ұйқы болды. Кайф болды шым. Құрметті достар, көптеген адамдар маған сұрақ қояды, не үшін машина алып алмайсың, не үшін әркімді бір арқалап жүресің, ақшаң жоқ па деген сияқты. Аллаға шүкір, менде ақша деген жетеді. Бір машина алып алуға ақшам бар шүкір. Бірақ та мен ол машинаны алып алғаннан кейін ары қарай не істеймін сонда? Таксовать етіп жүрем ба, жоқ әлде не істеймін? Машинаның ішінде қонам ба деген сияқты нәрсе да. Мысалы, MacBook'ты, ноутбукты мен 560 мың теңгеге алдым. Бұл iPad компаниясының мықты модель деп айтсам болады. Және де мен басқа нәрселерге деген шектеуліктерім болады да. Мен таксимен жүремін, мысалы ішінде отырып телефон арқылы, MacBook арқылы біраз жұмыстарды, біраз шаруаларды бітіріп тастай аламын. Сөйтіп ақша таба аламын, сөйтіп нан таба аламын, әнге, тағы да басқа жүріп тұрғандарыма барлығына ақша кетеді да. Оның барлығы маған инвестициядан алып келетін нәрсе. Мен пока что ақша үшін жұмыс жасаймын дәл қазір, и потом ақша кейін мен үшін жұмыс жасайды. Сол кезде машинаның көкесін көрсетеміз. Ал достар, жұмыстардың барлығын бітіріп үйге бара жатырмын. Бүгін кешке қарай өте керемет жаңалықтарым бар. Бұйыртса Алматының аэропортындан бүгін кешке өте қымбат, өте мен үшін жақсы адамның, жақсы көретін адамның бүгін шаруалар бар. Үшін аэропортқа барам бүгін кешке қарай. Аэропорттан сол кезде көрсетемін барлығын. Стористар жібермей қарап отырыңыздар. Енді көптеген адамдар айтады маған, жақсы жаңалық дейсің да, ары қарай ештеңе айтпайсың. Жақсы жаңалықтан фу, анау мынау деген сияқты. Мен айтайын, жақсы нәрсе деп айтсаң барлығы жақсы болады. Ал жаман нәрсе десең, ол жаман нәрсе, ол адамның басынан кетпейді. Сол үшін жақсыны асырып, жамандықты жасырып жүрейік достар. Барлығы жақсы болсын, жақсы жаңалықтар көп болсын.